Мама и папа осылай. Ананас хочу, он будет. Мама и папа шешіп отыр. Ананас хочу. Бүгін бір-біріне внимание жетіспей ма солай. Ананас хочу дейді. Покажи еще. Сізді мама бәрі жас деп жатыр екен. Негізі көп мамаңызды түсіріңізші деп жатыр екен, да? Сол үшін түсіріп жатырмын. У тебя что, руки нету? Давай кушай. Рахмет дейтініміз ғой. Рахмет. Заринатың фанаты ғой. Иә, солай. Түсіріп емес пе тына? Мама қалай етедіңіз жаңа? Күшті істедіңіз ғой. Рахмет. Зарина фанаты ма оны? Пикми промаксыз ба? Мен пикмеймін ғой. Заринаны жақсы көремін ғой. Иә, Зарина жақсы көреді мама. Не едіңіз мынау? Мынау қызылшадан жасалған нан. Мынау шпинаттан жасалған нан. Өрікмес. Мынау ертең арасына не жағылады? Этот медовый торт. Прикольно. Ертең жасалған нан. Мынау ше? О, анда техникада дайындалған ұннан піскен пайдалы нан. Мынаның аты не? Мынау майкок деген аппарат. Бұда пайдалы соктар жасалады. Ертең сок ішесің. Прикольно. Алдында Киванаға барған кезде осы бір помадан алдым да, Vivian Sabon и осыны бір көрдім. Ұшқан етін қазір тағы көрсетім кеп тұр сіздерге. Шынымен де ұшады ма, ұшпайды ма деп. Есіме түсіп кетті помада. Мә. Қолым дірілдеп тұрған ше. Көрініп тұр ма сіздерге? Не үшін ұшады сонда ол? Мен вообще түсінбедім. Капет, былай тұрсам мейлі екен төгіліп жатыр өзі депші, былайнаншы. Сонда да ұшып тұрған. Капец. Осы достармен қанша уақыттан бері ағылшын тілін былай үйреніп келе жатырмын десем болады. Астана қаласында тұрған кезде де бір курстарға барып, мысалы бір жаққа саяхаттайтын болсам, болмаса осы жаққа туристер келген кезде бір сөзден жаңылып, бір қалай болады, ыңғайсызданып қаласың ағылшынша білмегеніне. И сол кезде бір курстарға жазылған болатын. Даже мен грамматиканы жаттап, ютубтан қарап видеолар сөйтіп бір үйренген болатын, бірақ бірдеңе жетіспейді, сонда да толықтай үйрене алмадым десем болады. Енді қазір бір соның шешімін тапқан сияқтымын. Сіздермен келесі сториста бөлісетін боламын. Осы жақында One English деген орталық туралы естідім. Алдымен 2 айда сізге ағылшын тілін сөйлетеміз дегенге мен шыны керек сенбедім. Сонымен оларда пробный сабақ бар екен. Енді бір пробный сабаққа барып көре салайын деген ой болды. Сонымен пробный сабаққа барып тіркеліп көрдім. И сол 30 минутта менің қай жерде қателесіп жүргенімді анық көрсетіп берді. Және де теория емес, практикамен жұмыс жасағанбыз. Маған қатты ұнады, өзіме кішкене сөйлей бастадым десем де болады. Және де мен осы уақытқа дейін әуреленіп, теория жаттап жүрген кезімде, оказывается, сен лучше практикамен жұмыс жасасаң, бірден сөйлей бастайды екенсің. Маған сол жағын бәрі өте қатты ұнады. Және де өзіме более сенімді бола бастадым. Енді саяхаттап жүрген жандарға бір нағыз керек дүние деп айтқым келіп тұр. Сіздер де осылай тезірек үйренгілеріңіз келсе, в основном практикамен жұмыс жасап, тезірек ағылшын тілін үйренгілеріңіз келсе, мына жаққа аккаунттың WhatsApp-ын қалдырып кеттім. Алдыса жалпы қыздар, жігіттер болсын, біздің қосақтағы қыздарды, жігіттерді сырттарынан бір бақылап жүрген болсаңыздар, бір ұнатып, танысып көргілеріңіз келіп жүрген болса, онда қазір WhatsApp ссылка қалдырып кетемін. Сонда өтіп жазсаңыздар болады. Бізде енді үміткер жоқ, қатысушылар бар. Қыздар, жігіттерді ұнатып жүрсеңіздер, жігіттер қыздарды ұнатып жүрсеңіздер, сырттай ғана қарап қоя бермей, келіп батылдық танытып, танысып көрсеңіздер болады. Қайырлы таң баршаларыңызға, қалайсыздар? Мен уже операциядан шығып, 2-ші күн нормально уже ұндап жүрмін. Врач айтты, жата бермей тұр. Короче, деген
надо вливаться в колею, так что было состоянием жақсы. Тек жүрген кезде ауырады. Барлығы жақсы. Уайымдап жатқан жандарға айтқым келеді. Уайымдамаңыздар, барлығы жақсы. Сол ауырмаңыздар. Ең басты байлық зор. Денсаулық, зор байлық демекші. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Осы досым аман болсын менің. Дядя, салем, классный, ребята. Как ты? Все хорошо. О, как ты вкусно пахнешь. Я знаю этот аромат. Ароматы Франции. Ароматы Франции. Бәрін маған салады. Мына жерде, короче, ең долгие. Мынау біреу сойдың. Мына кісі келіп салады маған. Бір жақсы жері бұл жерде мынандай катетр қойып қойған маған. И осыған алады дағыны теспейді. Маған қоса салады. Так что жағдай осылай. Бүгін менің катетерімді ауыстырды. Жаңа деген осы тамырға салып отырғанбыз. Енді қазір мына жерге салып жатырмыз қолға. Астына осындай пленка қойып қойды. В случае, егер қан ағып сукровица шығып жатса, осыған астын деген қазір қолдан салып жатыр. Оның бәрі маған. Жағдай осындай. Тамырдың бәрі көгеріп кеткен. Бірақ бәрі деген денсаулық үшін